39 қара сөз. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуір ісін бір жола жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, бізде ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінез қайсысы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш-қоңды болса, дау-жанжалды болса, билік соларды болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы мен топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ. Бірден бірге жүргізбей болмайды екен. Қой, асығын қолың ал, қолайыңа жақса, сақа қой. Басыңа бей болса, Манартауға сыймайсың. Басалқаңыз бар болса, жанған отқа күймейсің, деп мақал айтып тілеу қылып екі тізгін бір шолбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырам деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсыларды көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Ат аталып, аруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасы кетер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолғар, дау қуған пәлеге жолығар десіп, кәнеки, енді осы екі мінез қайда бар? Бұларда арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандағы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.